Адам біз тіршіліктің тамырымыз, аңның да табиғаттай тамыры біз. Асқақпыз, парасатпен, ар-ұятпен адамбыз бұл дүниеде тәңіріміз. Бақытты үлестіртсе тағдыр маған, әрі де арылмайды тандырданнан. Шат күлкі, шалқыреді көңілдерде, құлақты талдырса тек талдырар ән. Беререм болса керек кімде-кімге, қыранның қанаты мен еркіндігін. Беререм мансап емес талант, талап ұршықтай үйірсін деп жеркіндігін. Әркімге жүрер едім арқалатып, ананың мәңгі сөнбес мархабатын. Дүниеде болмас еді бірде біреу, адамның ардақтамас дархан атын. Жан ашып, шектер ашып, арадашып, жүректер жатар еді араласып. Тілмашсыз тілдерді тілі ғар ет, теңіздер толқыр еді далағасып. Дүниеде достық дерем дәл ұрықты, білетін тек зор махаббат дәрілікті. Беререм бәрін саған адам, бермесем жауыздықпен кәрілікті. Бақытты үлестірсе тағдыр маған, жоқ бұл сөз көңіл ғой сылдырлаған. Арлы адам сұрамайды оны өзгеден, өзгеге оның жүгін салдырмаған. Өз мұрат, өз талғам, өз жолыңыз бар. Қоғамда соқпақтар мен солығыздар. Адамдар адамдығын жарылқасын. Бақытты, бақыттырақ болыңыздар. Құрметті жыр сүйер қауым, ұлы даланың ақындары атты жоба аясында Жұбан Молдағалиевтің шығармашылығын дәріптеу үшін біз жыр эстафетасын бастаймыз. Сіздерге Қызылорда облысының білім ошақтарына, 101-ші мектеп лицейге, 2-ші мұрагер мектебіне, білім инновация лицейіне жыр эстафетасын жолдаймыз.